біз келіп отырған білім ордасы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы нөмірі 211 орта мектеп. Ал біздің бүгінгі кейіпкеріміз осы мектепте ұзақ жылдардан бері еңбек етіп келе жатқан көркем еңбек пәнінің мұғалімі Таңатарова Дәргүл Қабылбайқызы. Ендеше бүгін біз осы ұстаздың еңбек жолы мен тәжірибесіне тоқталатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір мектеп оқушылары мен ұстаздарынан Дәргүл Қабылбайқызы жайлы пікір білдік көрейік. Сәлеметсіздер ме оқушылар, есімдеріңіз? Сәлеметсіз бе, мен Қонысбек Аяру. Сәлеметсіз бе, менің есімім Рахмузова Гүлім. Тамаша, енді біз сіздердің мектептеріңізге арнайы келіп отырмыз. Сіздердің мектептеріңізде іскер ана жобасы жүзеге асырылуда екен. Осы жоба жайлы білесіздер ме, және де оны жүзеге асырушы қай мұғалім екенін айтып өтсеңіздер. Іскер ана орталығы ашылғалы бері біз бірнеше қолөнер түрлерін үйреніп келеміз. Біз арқылы біз қыз балаларға арналған көптеген әсем әшекейлер мен бұйымдар жасап жүрміз. Тамаша, енді осы жобаны жүзеге асырушы мұғалім кім екенін айтып өтсеңіз? Бізге осы көптеген заттарды үйретіп, қолөнерді үйретіп жүрген біздің жетекшіміз Дәргүл Қабылбайқызы. Тамаша, енді сізден сұрап өтейін, Дәргүл Қабылбайқызының басқа мұғалімдермен салыстырғанда айырмашылығы, ерекшелігі, артықшылығы туралы айтып бере аласыз ба? Ең бірінші, мен ұлттық қолөнермен айналысамын. Менің осы ұлттық қолөнерге келуіме, қолөнерге деген қызығушылығымды арттырған менің жетекшім Таңатарова Дәргүл Қабылбайқызы. Дәргүл апай ең бірінші бізге қолөнерді ғана, тек қана қолөнерді ғана үйретіп қоймай, әр істі сүйіспеншілікпен жасауды, мысалға шыдамдылықпен, еңбекқорлыққа бауды үйретті. Апайымның жақсы бір ерекшелігіне тоқталсаң, ол апайымыздың қолдауында. Апайымның қолдауы әрқашан мені қанаттандырады. Сол қолдаудың арқасында көптеген байқауларда жүлдегер иегері атанып жатырмын. Менің ең үлкен жетістіктердің бірі Астана қаласына көрмеге қатысуым. Сол көрмеде өз жұмысымен таныстырып, министр тарапынан марапатқа ие болдым. Бұл жетістігіме жетуіме де осы апайымның қосқан үлесі зор деп ойлаймын. Ең бірінші осы қолөнер бізде ата-бабамыздан келе жатқан асыл мұра. Сол мұраны бізге дәріптеп, үйретіп келе жатқан жетекшім Таңатарова Дәргүл Қабылбайқызына алғысым шексіз. Болашақта да мен осы қолөнерді дамытып, ұлттық қолөнерімізге жалғастырғым келеді, ұлттық қолөнерімізді. Тамаша, көп рахмет. Бізге мол мағлұмат бердіңіздер, сабақтарыңызға сәттілік тілейміз. Таңатарова Дәргүл Қабылбайқызы мен 30 жылдан астам уақыттан бері ұстаздық жолында балаларға білім тәрбие беріп келеміз. Енді осы жылдар аралығында мен Дәргүлді тек жақсы жағынан таныдым. Адал дос, өз ісіне берілген, еңбекқор, еңбексүйгіш, білімді маман ретінде мен таныдым. Енді Дәргүл осы 2 жылдан бері біздің мектебімізде ашылған іскер ана орталығы, яғни іскер ана жобасы аясында жұмыс жасап келеді. Енді осы жоба аясында оқушылары халықаралық деңгейде, республикалық, облыстық деңгейде біраз жетістіктерге жетіп, біздің мектебіміздің қоржынына қанша жетістіктер әкелуде. Дәргүлге алдағы уақытта шығармашылық табыстар тілеймін. Оқушылары әлі де биік белестерден көрініп, ұстазын қуанта берсін. Қайырлы күн, Дәргүл Қабылбайқызы. Сіздің мектебіңізге өзіңіздің тәжірибеңізді таратайын деп арнайы келіп отырмыз. Жалпы ең әуелгі сұрағымыз, ұстаздық жолға қалай келдіңіз? Өзіңізді осы салаға келуге қызықтырған тұлғалар болды ма? Енді мен бала кезімнен сурет салуды, қолөнермен айналысуды жақсы көретін едім. Және кішкентай кезімде сол анамның қасында құрақ құрап отқанда, кішкентай ауысқан жаңағы құрақ қиындыларын, маталарды алып, қуыршақтарға киім жасап, сөйтіп қызығушылығым сол бала кезімнен басталған. Кейін енді өсе келе өзімде үйреткім келді. Сөйтіп мектеп бітіргеннен кейін осы оқу орнына түскен кезде таңдаған мамандығым болды. Дизайнер болуды армандадым бала кезімнен. Енді Ахмет Байтұрсынов, Ыбырай Алтынсарин, ұлы ағартушылар, бұл кісілерді құрметтеймін.
бұл кісілердің жаңағы үйретіп кеткені бойынша жұмыс жасап келе жатырмыз, әр ұстаз. Және өзімнің сабақ берген мұғалімдерім көп нәрсені маған үйретті. Және тағы айта кететін, осы Ахмет Байтұрсынов атындағы 211 мектепте қазір зейнетке шыққан апайымыз бар, Роза Камашқызы. Сол кісі де, мен ол кісіге шәкірт болдым, біраз нәрсені маған үйретті. Яғни сол кісілердің сара жолымен жүріп келе жатырмын дейсіз ғой. Енді келесі сауалым, жалпы өзіңіздің осы кезге дейінгі жинаған тәжірибеңізді, осы кезге дейінгі өмір жолыңызды бір сөйлеммен айтып бере аласыз ба? Мені сабырлы болуға үйретті осы жұмысым. Әр балаға түсіністікпен қарауды, баланың қабілеті әртүрлі ғой. Енді бір бала тез қабылдайды, бір бала жай қабылдайды. Баланың қабілетіне қарай балаға түсіндіруді жалықпау, шаршамау, сабырлы болу, осы егер бір сөзбен айта келсек. Жалпы өзіңіз қызмет ететін Ахмет Байтұрсынұлы атындағы нөмірі 211 орта мектептің ерекшелігі неде? Басқа мектептерден қандай артықшылығы бар? Және де өнерге қызығатын оқушыларға қандай жағдай жасалған? Біздің мектепте әр баланың шығармашылығына көп көңіл аударады. Бізде түрлі жобалар бар. Балалардың қызығушылығын арттыру үшін көрмелер, жиі сайыстар, жалпы түрлі жобалар көп біздің мектепте. Енді осы іскер ана жобасы да осы балалардың шығармашылығын арттыруға бірде-бір осындай дәлелі. Келесі сауал, жалпы көркем еңбек пәнін оқытуда қандай ерекше әдіс тәсілдер қолданасыз? Көбінесе біз практикалық жұмыс жасаймыз, және қазіргі жаңа технологиялармен жұмыс жасаймыз, балаларға қызықты болу үшін сабақ. Жалпы оқушыларды тәжірибелік жұмыстармен қызықтыратыныңызды байқап отырмыз. Шебер айдам күншуақ авторлық бағдарламаңыз бар екен, сол турасында айтып өтсеңіз, идеясы қандай? Енді авторлық бағдарламамда оқушыларды жүнмен жұмыс жасауды, қалай жұмыс жасау керек, соның барлығы көрсетілген. Бағдарламаның басында жалпы жүн туралы толық мағлұмат беріледі. Жүн қайдан алынады, жүнді қалай өңдеу керек, қалай бояу керек, жүннен қандай бұйымдар жасалатыны жалпы түсіндіріледі, және әрі қарай балаларға қандай бұйымдар жасауға болады. Қазіргі енді біздің ата-бабамыздан келе жатқан көне бұйымдар, мысалы текемет, киіз, соның барлығын қазіргі заманның талабына сай заманауи қылып жасап жатырмыз. Мысалы түрлі интерьерлерге декор ретінде сырмақ, декор ретінде жаңағы текемет, немесе жаңағы бұрын егер аяққап, кесе қаптарды тұрмыста пайдаланса, қазір біз енді оны түрлендіріп, заманауи қылып жаңағы декор ретінде пайдаланып жатырмыз, немесе панолар жасап жатырмыз қазіргі заманға сай. Және әшекей бұйымдар, бас киімдер, киім, жалпы барлығына осы жобамда көрсетілген. Және ұлттық оюды біз қолданамыз. Ұлттық оюды қазіргі заманауи бұйымдарда қолданамыз. Бас киімде болсын, аяқ киімде болсын, соның барлығын жасалу жолы үйретіледі. Және кәдесыйлар, түрлі жүннен, жалпы жүннен жасалатын барлық бұйымдар осы бағдарламамда көрсетілген. Жалпы енді сабақта мен байқауымша сіз дәстүр мен заманауи дизайнды үйлестіресіз. Осының маңыздылығы қандай? Біз ұлттық құндылығымызды ұмытпауымыз керек. Жаңа айтып өткендей, бұрынғы әжелеріміздің бізге үйретіп кеткен, көрсетіп кеткен бұйымдарды енді қазір заманның талабына сай жасау, ол балаларды біріншіден қызықтырады. Балалардың шығармашылығын арттыруға, және біз көне замандағы бұйымдарды ұмытпаймыз. Тек заманауи қылып өзгертіп жасаймыз. Енді жалпы қазіргі балалардың шығармашылық ойлауын дамыту үшін қандай әдіс тәсілдер тиімді деп білесіз? Енді балаларға қазіргі заманда шығармашылығын арттыру үшін, ояту үшін балаларға еркіндік беру керек. Балаларға қандай да болса кемшілігі болса, оны сөкпеу керек, оған дұрыстап түсіндіру керек. Жалпы еркін сөйлеген бала, еркін жұмыс жасаған бала қабілеті де, жаңағы қиялы да жақсы болады да, әдемі бұйымдар жасайды. Сіздің өмір дерегіңізбен танысқан кезде сіз
педагогикалық идеялар фестиваліне жеңіске жеткен екенсіз. Жалпы сол турасында айтып өтсеңіз. Байқауға қандай жұмыспен қатыстыңыз? Байқау мен үшін үлкен тәжірибе алаңы болды. Мен ол жерге өзімнің қолмен жасаған, оқушыларымның қолдан жасаған жұмыстарымды бардым. Енді жақсы тәжірибе алмасып келдік. Осы жүнмен жасалған жұмыстардың барлығын және талшықты қиял жобамды апарып, көрсетіп, таныстырып келдім. Жеңіске айтып отырмын ғой, жаңғыз мен емес, оқушыларымда үлесі үлкен болды. Аламан құрақ жобасына қатысу сіздің шығармашылығыңызға қалай әсер етті? Жалпы рекордтар кітабына енген жобада жұмыс істеу сізге шабыт сыйлады ма? Аламан құрақ жобасына қатысқаныма өте қуаныштымын. Өйткені біздің ұлттық қолөнерімізді біз әлемге паш еттік. Соған мен қосқан кішкентай үлесім, мен де қатыстым. Біздің қолөнерімізді әлем таныды. Жалпы құраққа деген менің қызығушылығым артты және кейінгі осы жас балаларға да, жас мұғалімдерге де ол үлкен үлгі болды деп ойлаймын. Жобаға қатысып, Гиннес кітабына ену ол өте керемет жағдай. Жалпы сіздің жетекшілігіңізбен оқушылар түрлі байқауларда жеңімпаз атанып жүр екен. Солар турасында айтып өтсеңіз. Жалпы оқушыларым біраз байқауға қатысты. Біз шетелге де жіберіп жатырмыз өзіміздің жұмыстарымызды. Қызығушылығы жоғары ғылыми жобалардан орын алып жатыр. Республикалық байқауларға барып жатырмыз, көрмелерге барып жатырмыз. Біз мысалы оқушымызбен осы былтыр 2025 жылы Астанаға үлкен фестивальға бардық, балалар фестиваліне. Сол жерде менің оқушым қатысып, жүлделі орын алып келді. Және көп тәжірибе алмасу болды, тәжірибе алмасу алаңы. Басқа оқушылармен қалай жұмыс жасау керек, мастер-класс көрсеткенде басқа оқушылардың мастер-классын көрді, өзінің қолынан келетін өнерін көрсетті. Керемет бір фестиваль болды. Және ол жерде оқушыларды тауға апарды, қыдыртып, енді сондай бір жұмыстар жасалып жатыр. Көрмелерге қатысып жатырмыз, көрмеге оқушылардың жұмыстарына барып жатырмыз. Және енді біздің өзіміздің мақсатымыз кәсіпке қарай бейімдегіміз келеді, оқушыларды жасаған жұмыстарынан бір кішкентай да болса пайда болып, оны балалар үйреніп, сол жұмыстарынан нәтиже шығаруымыз керек болып жатыр. Жетістікке жеткен оқушылардың артында сіздің үлкен еңбегіңіз бар. Жалпы оқушыларды осындай байқауларға дайындауда қандай ерекше әдістеріңіз бар? Енді балалармен негізі көп жұмыс жасау керек, көп іздену керек. Балаларға жаңа мен айтып кеткенде еркіндік беру керек. Балаларға еркіндік берген кезде олар шабыттанады. Шабыттанған балада түрлі керемет бұйымдар шығады негізі. Ол оңай емес, ұзақ уақытты алады. Табандылық танытады балалар, ұқыптылыққа үйретеміз балаларды, ізденімпаздыққа, балалар төзімділікке үйрету керек. Өйткені бір бұйымды жасау үшін ол ұзақ уақыт керек қой. Соған бала шыдап, соны жарты жолда тастап кетпей аяқтау үшін осындай жауапкершілік, осындай қабілеттерін артып отыру керек қай уақытта да. Енді соңғы сауалымыз. Жас ұстаздарға, осы білім саласына енді келіп жатқан мамандарға қандай ақыл кеңес айтар едіңіз? Жас мамандар негізі үнемі ізденісте болу керек. Бір орында тоқтап қалмау керек. Негізі мен өзім сондаймын. Бір орында тоқтамай ізденіп, осы жаңашылдыққа жақын болам қай уақытта да. Төзімділік керек, қызығушылық болу керек жас мамандарда. Және ең айтатын бір нәрсе, баланы жақсы көру керек. Баланы жақсы көрген ұстаздан жақсы шәкірт шығады. Оны бала міндетті түрде оны сезінеді, біледі. Тамаша Дәрігүл Қабылбайқызы, бүгін уақыт бөліп, сұхбат беріп, өзіңіздің тәжірибеңізбен бөліскеніңізге көп рахмет. Алдағы жұмыстарыңызға шығармашылық табыстар тілейміз.
Құрметті көрермен, бүгін біз Ахмет Байтұрсынұлы атындағы нөмірі 211 орта мектептің көркем еңбек пәнінің мұғалімі Таңатарова Дәрігүл Қабылбайқызының тәжірибесімен бөлістік. Сыр ұстаздары әрдайым білім биігінде.